Армысыздар құрметті отандастар. Бүгінгі тақырыбымыз мұғул деген кімдер, олар қай ұлтқа жатады? Және мұғулдар деген қазіргі Монголиядағы монгол ұлты ма деген әңгіме жайлы болмақ. Жалпы мұғул сөзі мен монгол сөзінің айырмашылығы жайлы. Түсінікті болуы үшін бұл сөздерді не үшін салыстырып отырғанымызды басынан бастап айтып кетейік. Қазіргі таңда Шыңғыс ханның ұлты кім болған деген сұрақ көтеріле қалса, ол монгол ұлтынан шыққан деп жауап беретіндер көпшілік. Және бұл табиғи жағдай екенін түсінуіміз қажет. Біз көптеген жылдар бойы Кеңес одағының қол астында өмір сүрдік. Саяси және тарихи ақпараттардың барлығы бір орталықтан шығарылып оқытылатын еді. Ал енді Шыңғыс ханды монгол деп атап кетудің себептері келесідей болып табылады. Жалпы Шыңғыс ханның тарихынан толыққанды ақпарат беретін еңбектердің бірден бірегейі Жамиғ ат-Тауарих кітабы. Бұл кітапты Арғын ханның баласы Ғазан хан Хұлағу әмірлігіне жататын қазіргі Иран жерінде 1316 жылы Рашид ад-Дин Фазлуллах Хамаданиға жаздырған. Бұл түркілердің тарихынан дерек беретін көп томды энциклопедия болып табылады. Шыңғыс ханның тарихын зерттеген ғалымдардың баршасы аталған еңбектің аналогы жоқ тарихи еңбек екенін мойындайды және кітаптың шынайылығына шүбә келтірмейді. Бұл кітапты бірнеше елдердің ғалымдары өз ана тіліне аударған. 1952 жылы орыс ғалымы Хетагуров тарапынан орыс тіліне де аударылды. Одан кейін осы кітапқа негізделе отырылып, Шыңғыс хан жайлы көптеген еңбектер жарық көрген. Міне енді тақырыбымызға оралайық. 1952 жылы аударылған осы кітапта орыс ғалымдары мұғул деген сөзді монгол деп аударған. Қателіктің басы осы жерден басталады. Бұл мұғул деген тайпаның кімдер екені, қайсы халықтың құрамына кіретіндігі туралы сұрақтарға нақты жауап айтып, ара жігін ажыратып беру осы дәуірдің ең көкейкесті мәселелерінің бірі болып табылады. Бұл мәселенің қазақ тарихына деген ықпалы аса зор. Ал мұның ара жігі Рашид ад-Дин Хамаданидің Жамиғ ат-Тауарих кітабында егжей-тегжейлі ажыратылып, айқындап беретін көптеген деректер келтірілген. Олардың кейбірі арнамыздағы басқа видеоларда да келтірілді. Ал енді соларға қосымша ретінде Жамиғ ат-Тауарих кітабында келтірілген кейбір деректерден ақпарат берейік. Жамиғ ат-Тауарих кітабының 145 бетінде мынандай тақырып бар. Көне заманнан атауы мұғул болған түркі тайпалары жайлы деректер. Олардан көптеген тайпалар тараған деп баяндалатын тақырып бар. Бұл тақырыпта көне заманнан атауы мұғул болған түркі тайпалары деп ашықта анық жазылып қойылған. Бұның мағынасы мұғул тайпалары түркі тайпалары болып табылатындығын дәлелдейді. Бұған артықша түсініктеме айтып отырудың да қажеті жоқ сияқты. Осы іспеттес деректі Жамиғ ат-Тауарих кітабының 34 бетінен де көруге болады. Түркі және мұғул тайпалары мен руларының бәрі бір-біріне ұқсас және олардың тілдерінің негізі, яғни шығу тегі де түгелдей бір. Мұғулдар тек түркілердің бір сыныбы, тобы ғана болып табылады. Дегенмен арасында кейбір айырмашылық пен өзгешелік бар. Ол жайлы төменде айтылатын болады. Ол мұғул мен басқа түркі тайпалары арасындағы өзгешеліктердің болуының тағы бір себебі. Олар жайлы сенімді дерек көздері мен тарихи жазбалардың бұл елге Иранға жетіп келмеуінде деп баяндалған. Бұл деректен белгілі болғанындай, мұғулдар өз алдына дербес ұлт та, халық та емес, тек түркілердің бір тобы, яғни бір тайпасы болып табылады. Және мұғул деп аталатын тайпалар түркілердің басқа тайпаларымен бірдей, яғни бірі-біріне ұқсас және олардың тілдерінің негізі, яғни шығу тегі де бірдей. Олай болса, мұғул тайпасынан туған Шыңғыс хан да түркі тектес халықтың өкілі болып табылады. Бұған қосымша дәлел ретінде Жамиғ ат-Тауарих кітабының 43 бетіндегі келесі дәйек сөзді алға тартуға болады. Мұндағы тақырыптың өзі негізінде мұғулдар өз алдына дербес ұлт та, халық та емес. Олар түркілердің бір тобы, яғни бір тайпасы болып табылады деп аталған. Бұл жерде түсініктеме беріп кететін жайт, осы аталған тақырып Жамиғ ат-Тауарих кітабінде анық баяндалған. Бұл тақырыпқа да түсініктеме айтып отырудың өзі артықша. Яғни мұғулдар түркілердің бір тайпасы болып табылады. Және олар өз алдына дербес ұлт та, халық та емес.
Бұл деректе де жоғарыда келтірілген деректерде де мұғулдардың түркі тайпаларының қатарына жататындығы, сондай-ақ олардың түркілерден бөлек халық емес екендігі бірнеше рет қадап айтылған. Мұғулдардың түркі халықтарының бір бөлігі екендігі және олардың жалайыр, керей, найман халықтарымен өте ұқсас екендігі, олардың қыстаулары мен жайлаулары да бір өңірде орналасқандығы, тілдері де бір, салт дәстүрлері де бір екендігі туралы Жамиғ ат-Тауарихтың көптеген тақырыптарында қадап айтылып отырылады. Және мұғул тайпаларының түркі тайпаларының қатарына жататындығы туралы Жамиғ ат-Тауарих кітабында келесідей деректер келген. Мұғул сөзі олардың тегінің тайпасының атауы болып қалыптасты. Әлемнің әр жерлерінде бұл атауды мұғулдарға ұқсас басқа қауымдарды да атау үшін қолданып жатады. Олардың қағандық билікке ие болған заманынан басталған. Ал негізінде мұғулдар түркі тайпаларының бір тайпасы болып табылады. Міне бұл деректе де мұғулдар түркі тайпаларының бір тайпасы болып табылатындығы анық айтылған. Мұғулдар түркі ұлтынан болса, әлбетте Шыңғыс хан да түркі тектес халықтың өкілі, яғни түркі болып табылады.